Endi o'qib yurganda da bir случай esimden ketpeydi de. Anda 4-kursda o'qib atamiz. 4-kursda şol anda Kırgızlar o'quvchilar az ele kalganmiz. Bir gruppada şu Kırgızdan 25 baladan Kırgızdan жалгыз эле men. Anan baya bizde kafedra, her bir kafedra kliniski oşo больницанын özünde болот da. Oşo esimde kalgаны урология. Урология боюнча азыркы скоро помощь факультетский хирург ошерделе. Урология шул Кругловтун факультетский хирурга карачы. Тамашевич деген бул зор профессор бар эле. Ошо бизге сабак берчү. Андал доцент мындай докторский защит этет эле. Анна Александр Ивановна мени менен чоң иштечи, бизде ассистент эле. Кандидат наук. Ошол сабак өтүп атканда бизде теоретический отуруп окумай, анан көпчүлүгү ушу теоретическийде клиника ооругандарды көрсөтөт. Палатадан барып көрсөтөт. Андан операция болуп атканын көрсөтөт. Ушул есімен қалған операция бағында грыжы. Уш тамашайып жасап атып, шу қалдаңдаған заякай теткен кішелі, қалдаңдап жасап атып еле, анда бізде деле түшінген чейініміз, бір вақытал алақанына тегі жасап атқан кішенен жұмыртқасы қолына түшіп қалды. Грыжы жасап атып. Анан ошоны тіктеп есіне түшті. Bir topqa şeyin süyleyip öyle kolundakini karap duruyla de öyle kaldı. Biz memnun olup kettik. Anı geçip alganı da köpçele düşünen yokpuz. Anı şunu chirurgi biletken o kadar tazıktı gözde bir vurup basıp etti. Görse aşıpka. Bayağı bizce bittep saldı da. Bittep saldı. Kırgızca aytkanda. Bir yumurtkası kaldı, birini ошол aşı başına alıp saldı. Hem bu erkekte жақсы yeri bu organizmde iki parный organ bolsa yumurtka köde. Birini alıp salsa biri fonksiyonelite veredi. Andan bala törele veredi. Ançayında köptele sırada etitpeydi. Ошол giyin unutuldu, men emne olup bitkenini bilbeyim. O romanı sen çıkıp etti. Uşul esimen kalbaydı da. Emi bizde момент операциясында сложныйлар кезігіп қалады. Ошонда абдан теоретически, практически түшүнүк болуш керек да. Агер шала түшүнүк болса, ошо калдаңдап атып, грыжевой мышек алабыз деп атып, аны менен кошо жумурткасын кошо алып салууга мүмкүн. Эми ал редкий, ошол бул эми 80 жыл өтүп кетти. Все равно есімен қалбайды. Анан да бір случай, мен өзім доктор болып, профессор болып қалғанда, пожилой кішілер көп келеді. Пожилой кішілер бауыреке аденома деп қоямыз. Аденома бауыреке таварсықтың алдында болады. Ошол анын мындай функциясы абдан жақсы да. Жаш өткенде ошол без чоңоюп отуруп, эмиш ошол аркылуу сийдиктин каналы өтөт. Ал шишип чоңоюп отуруп, сийдик чыкчы түтүктү кысып, сийдик чыгарбай коет да. Бул эркектин бир оорусу, жаман оорусу да. Сыялбай калса анда тозок да. Bir сутка сийдик чыкпай калса, сийдик өзүнүн сийдиги өзүн өзү отрав этип өлтүрүп койгон мүмкүн. Ошон үчүн биздин милдет ошол сийбей алына сийдигин чыгарыш керек. Эми анын методдору абдан көп. Таварсыкка трубка салып коебуз. Же келгенде канал аркылуу катетер салып сийдигин чыгарабыз. Болбосо окончательный лечениясы ошо таварсыкты ачып туруп, ошо без таварсыктын алдында жатат. Ошо безди силикон алыш керекти. Жаңы трубканы кысып аткан безди силикон алып салыш керек. Аны алып салгандан кийин кыса турган эчтекеси жок. Сийгени нормальный болуп калат да. Ошондой бир абышканы жасадым. 80ге жакындаган мындай плотный орус абышка тыңкен. Эми аны жасаганда эки семенной канатыгы экөө тең байланат. Аны байлаганыбыз инфекция келип
2 жұмыртқасын воспалить етіп, анда дағы тозақ. Ошон үшін профилактический операцияға 2 турбас инфекция өтпес үшін көңтен байлап саламыз да. Ем байлағандайын, анан баяқы кейін аялға көп жақсы жарабай қалады да. Атығы сперма өтші трубка байланып қалады, начай іштеп қалады, ошон үшін көп іште елбе қалады. Ошон жанда жашуағым менікі поликлиникада 3-4 ай етті ғой. Студенттер менен мындай сабақ өтіп отырсам, ошол ауышқа кирип келди. Мен башынан көзді жақсы көрем деп айтпаймын. Кирип келетканда, ачысы келіп, жаман көріп, қапа болып келетканда көзі башқа шығарайды. Қуаныш менен келсе сразу билет. Бұл ауышқа кирип келетканды сездім, үтірейіп қаба бүркі. Мен ойледім аяты. Бәтіге жасаған жақ, сейлігі жақ шықпай, бәле болып атқаныңыздан отырғызып, что случилось? Что, плохо мочит? И мне вот всем, нет, там мочусь хорошо, дед. У меня другой проблема. У меня 90% половая слабость. Неожиданно. Мен де что, ема 80-ге барып қалған кіші, половойсы бұған емне керек бар қараған кішіге деп, мен ойланып, а что, вам это половой жизнь надо, десем? А как же? У меня вторая жена молодая, у меня ребенку 8 лет. Емне айтарымды, оğuzum da söylesem, емне айтарымды біле қалдым. Анан айлам кетіп, бүтті. Содан бүтті, мындайын жарабайсың десе ал, самоубийство. Доктор емне айтса, страшный дейшті деді да. Ошон үшін ойланып, мұны ептеп бұзатайын деген. Вы не беспокойтесь, я лекарство дам. Примерно полгода, полгода жылдырайын дедім. Полгода ушинсең мүмкін, может частично, полностью емес, частично может восстановить. Десем, рахмат деп алып білгендарымды жазып бердім. Ровно полгода енді кирип келіп өтпей. Кирип келіп башын чайқады. 100% нет дейді. 100% нет дейді. Анан айттым, 100% жоқ болса, табиғат шындай, аған көніңіз, мұндан әрі половой жизньде ұнытып қойыңыз деп ашық айттым. Қапа болып түшкет, ұшыл есімен қалбайды. Жалаң ұшыл мочополовой жағынан есімі келгені, анан дағы бір случай есімде профессор Лехман деген. Ушындай соның кішелі, акушерство гинекологияның зап кафедрасы. Ушындай менің профессорым оқышаш, жош, солидный сөйлегені соның кішелі. Ушыл дағы грыжы болып келеді. Грыжы дейді, грыжы болып келіп, пахова машонышны. Анан ба ишегісі машонғыға түшіп кетіп, көп жақшы бастырбай, анан ишегісін қысып, қиынала береді. Келіп, анан Максим Фич менің профессорым операцияды, мен ассистировать етіп қалдым да. Ассистировать етіп, анан жаманышын жақсы шығып кетті. 3-4 айдайын ғой. Институттан кезігіп қалдым, мұндай сылтып келеді. Жақсы адан. Мен сұрым, Михайловна, а что случилось? Почему хромает? Что, беспокоит там? Вы черти, деді. Вы, Максим Ефимович, там мой семенной канатик перестарались, задушили, деді. Видимо, вы задушили. Сейчас это стало немножко беспокоить, деді. Андай кіші біз аккуратно істеп, баяқы каналды бүтеш керек. Бүте беріз, семенной канатик қалғандай қалтырады, қалған. Ошонда байлағанда кішіне қатырақ байланып қалса керек. Ошол қатырақ болып, семенной канатикте кішіне қысып, орытып жүрсі керек. Ал постепенно бір уақыт өткеннен ал восстановить етеді. Ана мен башынан мындай кішілерін тауышы, я советую, вы это самое, своих ассистентов, молодые есть, вы их практически попробуйте, это быстрее пройдет всем. Лестница давал, лестница таянып тұрып қалды. Үн шықпай тұрып қалды. Бір топ тұрып, ес алып тұрып,
Тымамбет тек хулиган деп қойып басып кетті бақыш. Анан Максимович екеуі тең тұш. Максимович айтса керек. Это твой Мамбет хулиган. Мені үшінтіп айтсам, своих ассистентов занимайся сексом, пройдет деп айтты. Максимович бақыш мен жете гулет. Михаил Иванович, не дедің? Я не помню, десем, я вспомню. Мен үшінтіп айтты білесем, Максимович де гулеп отыр. Емал пожилой немені неудачно тамашалады. Менімше удачно тамашаладым дедім. Ушындайлар болады да тұрмышта. Кейде бауыреке неудачный болып қалады, анда қайғырып қалабыз кейде. Көпшілігі бізде қонып қалабыз, жақсы, ережілді жақсы. Редке шындай после операционного осложнения, момент операции болады. Ошонда, конечно, қапа болып қалабыз. Bir topқа чейін башыбыз айланып қалады, қапа болып. Но алашып қаны ликвидировать ететке біз дальше такой не допускать етуге біз әрекет қылабыз да. Жақсы.